Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Мен көптен бері шыққан жоқпын. Бүгін енді сіздерге Лев белгісіндегі адамдарға арналған гороскоп. Февраль 2022. Бірінші ақпанда, яғни 1 февральдан бастап бізде жаңа ай туады. Жаңа ай Лев белгісіндегі адамдарға 7-ші домға түсіп тұр. Ол семьяға, некеге, қарым-қатынасқа, жолдасыңызға қатты әсер етеді. Біреулерде келіссөздер болуы мүмкін бизнесте. Договорға отырып бизнес бастауларыңыз ғажап емес. Танысуға жақсы кезең. Егер бастарыңыз бос болса, кездесулер болады. Бірақ маңызды шешімдерді 5 февральдан кейін жасағандарыңыз дұрыс. Неге 5 февральдан кейін? Себебі қазір ретроградный Меркурий. Ретроград жалпы 4 февральда дұрыс бағытта айналады. Кішкене 3-4 күн күте тұрып, содан кейін барып маңызды шешім қабылдауға жақсы кезең. Ал 2 февраль күні 2022 жылдың ең керемет күндерінің бірі. Себебі ол күні армандарыңыз орындалады. 02-02-2022 барлығын қосқан кезде 10 деген сан шығады. 2 деген сан врата деген, бір-2 санын білдіреді. Ол деген сөз жаңа мүмкіндіктер дегенді білдіреді. Сосын барлығын қосқан кезде 10 деген сан шығады. Жалпы астрологияда, нумерологияда 0 саны есептелмейді. Ол 1 деген саны шығып тұр. 1 саны бізде өзім жасай аламын, өзіме арқа сүйеп, барлығын менің қолымнан келеді деген мағынаны білдіреді. Және 1 болғандықтан барған армандарыңызды жазып армандауға, визуализация жасауға жақсы. 4 февральда ретроградный Меркурий аяқталады. Ретроградта көп адамдар ұмытшақ болады, кейбір заттарын жоғалтып алады. Ретроград жалпы адамдарды мұқият болуға үйретеді. Бұл 4 февраль сіздерге 6-шы домға келіп тұр екен. Бұл жұмыс пен денсаулыққа әсер етеді деген сөз. Жұмыстарыңызда өзгерістер болады. Жұмыстан шығуыңыз мүмкін, немесе басқа жұмысқа кіруіңіз мүмкін. Должностьтарыңыз ауысуы мүмкін. Организацияларыңызда өзгерістер болуы мүмкін. Денсаулықты жалпы қадағалағандарыңыз жақсы. Бір проектіні аяқтап, басқа жұмыс бастауларыңызда мүмкін. Врачқа міндетті түрде барғандарыңыз жақсы, егер ауырып жүрсеңіздер. Тісіңізді жасатуларыңыз мүмкін. Жалпы 4 февральда Солнце мен Сатурн біргеді. Ал Сатурн сіздерде 7-ші домға келіп тұр. Сатурн жалпы цемент сияқты қатты болады. Ол жеке өмірде, бизнесте, договорға қол қоюға. Жалпы егер жаңа бизнес бастасаңыздар, ол өте ұзақ болады. Және оған көп күш салуға тура келеді. Және бизнестеріңіз тұрақты болатын болады. Жалпы Сатурн ол тұрақтылықты білдіреді. 15 февраль күні Меркурий 7-ші домға келіп тұр. Танысу, адамдармен араласу, махаббат тақырыбы өзекті болады. Бастарыңыз бос болса, махаббатыңызды кездестіресіз. Егер жолдасыңыз болатын болса, бизнесте серіктестікті білдіреді. Біреулермен бірігіп, бір адамдармен бірігіп
договорға отырып қол қойып жұмыс жасайтын боласыздар. Клиенттеріңіз көп болады. Сауда саттық көбейе түседі. Документке қол қоюларыңыз мүмкін. Кездесулер көп болады. Ал 16 февраль күні ай толады. Полнолуние болады бізде. Ол ай арыстан белгісінде болады, сіздердің белгілеріңізде болады. Жалпы кімнің 20 август пен 21 август осы 2 күні туылған адамдарда осы айдың толғанын қатты сезінетін боласыздар. Қатты байқайсыздар. Бұл кезде қандай жағдайлар болуы мүмкін? Көпшілік алдына шығып сөз сөйлейсіздер. Блогер атануға жақсы, YouTube канал ашуға жақсы. Егер 16 февральда бір дүниені сатып алсаңыздар, өміріңізде бір дүниені сатып аласыздар, бір зат сатып аласыздар. Одан кейін бір дүние анық, нақты көресіздер. Жалпы полнолуние деген сөз бір жұмыстың аяқталуы немесе бір жұмыстың басталуы деген мағынаны білдіреді. 19 февральда Солнце 8-ші домға келіп тұр. Бұл 8-ші дом ақшаның үйі. Инвестицияға ақша құюға жақсы. 8-ші дом зарплатадан бөлек ақша, левый ақша дегенді білдіреді. Мемлекеттен көмек болуы мүмкін, жолдасыңыз ақша беруі мүмкін, ата-анаңыз ақша беруі мүмкін, немесе страховая компаниядан ақша түсуі мүмкін, немесе кредит, ипотека аласыздар. Жалпы ақпан айында махаббатыңызды кездестіріп, бизнесті бірігіп ашуыңыз мүмкін. Егер басыңыз бос болса, 14 февраль күні жалғыз болмайсыздар. Неге? Себебі осы күні Марс пен Венера 6-шы домға кездесіп тұр. Ол служебный роман дегенді білдіреді. 3-4 августте туылған адамдар Уран сіздерге көп өзгерістер алып келеді. Командировкаға жіберуі мүмкін. 19 февральда профессия ауыстыруға жақсы, немесе жақсы идеялар келеді. Маңызды ақпарат естисіздер. Бұл жаңалық, бұл ақпарат өміріңізді өзгертуге алып келеді. Жалпы таңдаудың алдында боласыздар. Жұмыс іздеп жүрген болсаңыздар, собеседованияға барып, жұмыс табасыздар. Жалпы оқыған курстарыңыз ақша алып келеді. Менің осы арыстан белгісіне айтарым осы. Менің каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар. Және осы ай қалай шыққанын комментарийға жаза кетіңіздер. Сау болыңыздар.